Осы көркем есіммен дұға жасасаңыз, иншалла, кереметтерге жетесіз. الباطن 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 Жасырын, барлық нәрсені қамтушы. Патшалықтардың, биліктің патшасы, иесі, көрінбей тұрушы. Ол мақлұқтардың көзіне көрінбейді. Ол мақлұқтардың не ойлап, не қоятынын біледі, және олардың не нәрсеге ұшырайтындарын меңгеріп тұрады. Ол ең бірінші, әрі ең соңғы, жоғары тұрушы әрі жақын тұрушы. Бұл көркем есімді күніне 33 мәртеден қайталаған жанның жүрегі Аллаға деген махаббатқа толып, иншалла, кереметтерге жетеді. Сондай-ақ осы көркем есімді қосып дұға жасаған адамның тілегі қабыл болады.